Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын медовый торт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тортымызды дайындау үшін бізге мед, пищевой сода және сапалы 82% сары май, жұмыртқа, қант және де електен өткізілген ұн қажет. Ең алдымен водяной баняда, яғни су моншасында медімізді, оның үстінен пищевой содамызды салып, бір-бірімен реакцияға түскенше, яғни аппақ болып, көпіршігенше араластырып тұрамыз. Мінекей, дәл осы видеодағыдай реакцияға түсу қажет бір-бірімен. Одан кейін үстіне сапалы 82% сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей, енді бізде осындай масса пайда болды. Енді оны водяной банядан алып қоямыз. Ендігі кезекте 3 жұмыртқамызды және де қантымызды бір ыдысқа салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы водяной баняда жасап алған массамызға, яғни медімізға салып, жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Бізде араластырғаннан кейін осылай шығу қажет. Бұның үстіне ұнымызды 2 бөлікке бөліп, салып, жақсылап қамыр дайындайтын боламыз. Бізде осындай қамыр дайын болды. Енді бұны целлофанға салып, холодильникке 40-50 минутқа қойып қоямыз. Тортымызға крем дайындайтын боламыз. Мен сгущенка, сметана және сары май пайдаландым крем үшін. Сіздер заварной крем немесе сливкимен өздеріңіз крем дайындап жасасаңыздар болады. Менде осындай қоюлықтағы крем шықты. Дайын болған қамырымызды холодильниктен шығарып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Домалақтап алған дайын қамырларымызды оқтаудың көмегімен кішкене ұн себе отырып жайып аламыз. Және де мен тортқа арналған кольцоның көмегімен домалақ форма жасап, оны вилкамен тесіп дайындап қойдым. Торттың барлық дайындалған корждарын осылай домалақтап кесіп, вилкамен тесіп алдым да, алдын ала дайындап қойдым. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 4-5 минуттың көлемінде пісіп шығады.
Тортумузду дайындоо үчүн кажет болатын барлык ингредиенттерди төмөндөгү описание бөлүмүнө калтырдым. Минекей менин корждарым дайын болду. Эки жагы да осундай әп-әдемі болуп, катты күйүп кетпей, писип жакшы болуп чыкты. Тортумуздун жан жагынан калган корждарын измельчителдин көмөгү менен езип, кружка дайындап алабыз. Тортумуздун бетине пиширүү үчүн кажет болду. Тортумузду жыйнауга киришейик. Алдымен тортумуздун астына кичкене кремден жагып коеюк, козголуп кетпес үчүн. Одан кийин 2-3 касыктан әр корждун арасына кремди салып, жакшылап жагып алабыз. Енді тортумуздун бетин баганагы корждарды, езип алган корждарыбызбен жауып сәндейтін боламыз. Менде осындай астикордан алган казакча оюлары мен трафарет бар. Трафаретимизди торттун бетине коюп, сахарный пудра сеуіп, әсемдейтін боламыз. Мінекей достар, өте нәзік, әрі дәмді, жөп-жұмсақ тортумуз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Таңшолпан. Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай венский вафли дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Вафлиімізді дайындау үшін ең алдымен жұмыртқа, сүт, ертілген сары май, қант, ұн, разрыхитель қажет болады. Алдымен жұмыртқамызды, одан кейін қантты қосып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды және де сүтімізді қосып, тағы да араластырып аламыз. Разрыхителімізді ұнға қосып, жақсылап біріктіріп аламыз. Ендігі кезекте ұнымызды 2 бөлікке бөліп, қою масса шығаратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей бізде осындай қоюлықтағы қатты сұйық емес, қатты қою емес, осындай масса шығу қажет. Алдан ала қыздырылып тұрған вафельницамызға қамырымызды салып, жақсылап 2 жағы қызарғанша 5-10 минуттың көлемінде ұстап пісіріп аламыз. Менде вафлилар 7-8 минуттың көлемінде 2 жағы қызарып, жұмсақ болып шықты. Сіздерде вафельница қандай болса, соған қарай өздеріңіз 5 минут, 10 минуттың көлемінде ұстап, осылай қызартып пісіріп алсаңыздар болады.
Сіздерге де осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Жасап, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мінекей вафлиларымыз дайын болды. Екі жағы да қызарып, өте нәзік, жұмсақ, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында балаларға өте қатты ұнайтын картошка по-деревенски дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жуып тазаланған картоптарымызды осылай видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін алдын ала дайындап қойған тұз, бұрыш және тәтті паприкамызды және де 3 ас қасық сұйық майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Осы уақыт аралығында духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қоюға кеңес беремін. Дайын болған картоптарымызды табамыздың үстіне пергамент қағазын қойып, картоптарымызды жақсылап орналастыратын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендегідей жасасаңыздар болады. Қызып тұрған 180 градуста 30-35 минут шамасында картоптарымыз қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Мінекей достар, пеште піскен картоптарымыз дайын болды. Өздеріңіз қалаған соуспен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған Таңшолпан. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қатпарлы самса жасайтын боламыз. Бір жасағаннан идеальны болып шығатын самсамыздың қамырына жұмыртқа, тұз, су қажет болады. Ең алдымен жарты ас қасық тұзымызды суға салып жақсылап ерітіп аламыз. Одан кейін ұнымызға жұмыртқамызды салып, содан соң суымызды құйып, жақсылап қамыр илеп аламыз.
Мінекей достар, менде жаюға өте ыңғайлы эластичный қамыр шықты. 1513 грамм болып шықты. Осыны 4 бөлікке бөлеміз. 478 граммнан. Қамырларымызды 30 минутқа пакетке салып тындырып қоямыз. Мінекей достар, біздің тыныққан қамырларымыз дайын болды. Кішкене ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Міне достар, осындай үлкен жайма дайын болды. Енді арасына ерітілген 82% сары майымызды жағатын боламыз. Майымызды қамырдың барлық шетіне жағып болғаннан кейін кішкене кепкенін күтеміз. Содан соң екінші қамырымызды үстіне орналастырып, оның үстіне де осылай жақсылап майымызды жағып шығамыз. Енді қамырымызды жинаймыз. Арасына ауа кіріп кетпейтіндей етіп, жақсылап орап шығамыз. Барлығы видеода анық көрсетілген. Самсаның тестасы дайын. Бұны да 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен шыққан қамырымызды 45-55 грамм аралығында бөліп самса дайындаймыз.
Менде 18 штук самсаның қамыры шықты. Кішкене ұнымызды сеуіп отырып, жақсылап жайып аламыз. Ешқандай да жыртылып кетпейді. Одан кейін арасына салмамызды салып, самсамызды қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Салмасына фарш салдым. Сіздер өз қалауларыңызша картоп, жуа, кез келген көкөністерді салсаңыздар болады. Мен фарштан жасадым. Міне достар, осылай слойлардың барлығы көрініп шығады, күшті болып. Енді кішкене жұмыртқаның сарысы мен сүтімізді араластырып, самсаның бетіне жағамыз. Мен самсаның бетіне күнжіт септім. Сіздер мак немесе осындай ақ түсті немесе қара түсті күнжіт сепсеңіздер болады. Мінекей достар, слоеный самсамыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Таңшолпан.